Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен Арайлым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін ерекше салаттардың бірі мясо по-тайски салатын дайындаймыз. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын жуып, тазалап аламыз. Етімді қайнатып алдым. Және де баклажанды қызып тұрған майымызға жақсылап қуырып алдым. Оның үстіне кішкене чесногымды майлап турап жібердім. Енді болгар бұрышымызды дәл видеодағыдай етіп ұзынша етіп турап аламыз. Таза құрғақ ыдысымызға саламыз. Толық қажет заттардың барлығын төменге описанияға жазып өтемін. Дәл осы рецепт бойынша 8 порция салат шықты. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша азайтып, кемейтіп жасай берсеңіздер болады. Қиярымызды да видеодағыдай етіп, ирелек пышақтың көмегімен немесе дәл осындай терканың төменгі жағымен кесіп алсаңыздар болады. Помидорымызды 4 бөлікке бөлдім. Үлкендеу болса 6-8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Етімізді де осылай ұзынша етіп кесіп алдым. Оның үстінен сәбізімізді теркадан өткіздім. Енді көкпиязымызды осылай видеодағыдай етіп, үлкен бөліктерге бөліп, кесіп саламыз. Одан кейін укропымызды дәл осылай үлкен етіп кесіп салып аламыз. Енді үстінен түрлі дәмдеуіштерімізді қосамыз. Дәмдеуіштерді көп азайту өз қалауларыңыз бойынша. Дәмдеуіштерімізді қосып болғаннан кейін бір ас қасық соямызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғанымыздан кейін барып, қуырылған баклажанымызды үстінен салып, тағы бір рет жақсылап араластырып жібереміз. Бетін жауып, жарты сағат көлемінде 30 минутқа қойып қоямыз. Қонақ келерден жарты сағат бұрын араластырып, осылай бетін жауып қойсаңыздар, дәмдеуіштеріміз сіңіп, дәмі де әдемі болып тұрады. Мінекей осындай өте керемет салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Қолдауларыңызға рахмет.